Қайырлы күн! Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға қазақтың ұлттық тағамы майсөктің жасалу жолын көрсеткім келіп тұр. Бұл тағамды әр жерде әрқалай атайды екен. Майсөк немесе май тары деп аталатын қазақтың ұлттық тағамын бірге дайындайық. Менің видеомды соңына дейін қарап, дәл осы майсөкті менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға қуырылған тарымызды салып аламыз. Тарыны міндетті түрде тазартып жуып алған дұрыс. Екі немесе үш қайтара тарымызды жуып алатын боламыз. Тарымызды жуып алғанша осы уақыт аралығында дәл осындай бір кружка сүтімізді қайнатып алатын боламыз. Тарымызды тазалап жуып алдық. Келесі кезекте осы тарымыздың үстінен тарымыз батқанша ыстық сүттен құятын боламыз. Сүтті міндетті түрде қатты қайнатып алған дұрыс. Қайнап тұрған сүтті тарыға құйғаннан кейін тары толыққанды осы сүттің барлығын бойына тартып алғанша 20 минут немесе жарты сағат уақыт аралығына бетін жауып қалдыратын боламыз. Тарымыздың бетін ашамыз. Тары өз бойына толыққанды барлық сүтті сіңіріп алған екен. Осы тарымызды жайып алатын боламыз. Осындай орамал бетіне, не болмаса құрғақ салфетка бетіне, қағаз салфетка бетіне жайып алсаңыздар болады. Біздің тарымыз толыққанды кеуіп шықты. 1 сағаттай тұрды осы орамалдың бетінде. Осы тарымызды ыдысымызға салып алатын боламыз. Салып алған осы тарымыздың үстіне 1-2 ас қасық қант саламыз. Және бөлме температурасында тұрған еріп тұрған сары майымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Майға араласқан тарымызды кесемізге, болмаса қалаған өздеріңіздің ыдыстарыңызға форма келтіру үшін салып аламыз. Ал осымен біздің майсөгіміз дайын болды. Өте керемет болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Қазақтың ұлттық тағамы денсаулыққа өте пайдалы. Әсіресе бала емізетін аналарымызға таптырмайтын ас деп айтқым келеді. Оразада ауыз ашқаннан кейін жейтін болсаңыздар өте тәтті және дәмді болып шығады. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға жаза кетіңіздер. Қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі рецепттерде кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Мақпал Ерболатқызы.